Сен ойнама, ол үйдегі өрт шығуына себепші болуы мүмкін. Сіріңке немесе оттық тауып алсаң, міндетті түрде ата-анаңа бер. Өрт сенің кінәңнен болса да болмаса да, міндетті түрде ересек адамға хабарла. Өрт кезінде 101 телефон нөміріне хабарла. Есіңде сақта, 101 телефон нөмірі бұл өрт сөндіру қызметі. Электрлі жылыту құрылғыларын қосылған күйінде қалдырмаңыз. Зақымданған электр желілерін қолданбағаныңыз жөн. Жоғары қуатты бірнеше құрылғыны бір мезетте қоспаңыз. Химиялық заттарды оттан аулақ ұстаңыз. Төсекте темекі тартпаңыз. Тақташасын үйді жылыту үшін пайдаланбаңыз. Дайындалып жатқан тамақты газ тақташасында қалдырмаңыз. Киімді газдың үстінде кептірмеңіз. Кішкентай балаларды газ шамына жолатпаңыз. Ал балалар, егер бейнероликті көріп болсаңыздар, өрт тілсіз жау деген осы бір ұғымды қалай түсінесіздер? Ойларыңызбен бөлісіңіздер. Өрттің зияндылығы, балалар мысалға да өрт ұстайтын болса, қолдары күйіп, ауырып, жарақаттанып қалуы мүмкін. Оқиғаларына басты себепшілердің бірі газ баллондарды пайдаланудағы өрт қауіпсіздік ережелерін сақтамау болып отыр. Өрт тілсіз жау дегенде менің ойымша былай түсінемін. Мысалға, өрт кез келген уақытта пайда болуы мүмкін. Сондықтан да ол мысалға от тілсіз жау дегенде мен мысалғыда үйде ешкім жоқ кезде балаларды әкесіне немесе әпке ағаларына тастап кетеді. Бірақ балалар көбінесе ерте тұрып алады. Есі бар балалар өрттің жамандығы ол отқа кішкентай балалар күйіп қалуы мүмкін. Және де ол отпен ойнамау қажет. Және де ешқашанда газды жағып, сосын оның өшіп қалмауын қадағалап тұру керек қасында. Әйтпесе ол өшіп қалса, оның иісі шығып, және де мысалға тоқ немесе электр жабдықтарын қосып қалған кезде, ол газ жарылып өртке айналуы мүмкін. Ол қауіпті жағдай. Ал сондықтан да өрт шықпас үшін кішкентай балалар газдың қасына жоламау керек. Біз өрт ережелерін сақтауымыз қажет. Өрт тілсіз жау дегенде мен қалай түсінемін? Өрт тілсіз жау дегенде өрт адамға, ал өрттің қауіпсіздік ережелері ол мынадай. Біз өрт болған кезде тез арада біз сыртқа шығып кетуіміз керек. Өйткені жоғары қуатты бірнеше құрылғыны бір мезетте қосуға болмайды. Сіріңке немесе оттық тауып алсаң, міндетті түрде ата-анаңа бер. Сіріңке ойыншық емес. Өрттің ережелері. Өрт болмас үшін үйде газды көп жақпау керек. Сумен ойнама батарсың, отпен ойнама киерсің. Отпен су тілсіз жау. Өзі саққа құдай жақ. Сақ жүрсең, сау жүрерсің. От туралы мақал-мәтелдер. Теміршінің үйі өртенген соң құлпырады екен. Түтінді түрткен өзі өртенеді екен. Нақтылы сұңқырдан үйрен, жау жоқ деме жар астында, бөрі жоқ деме бөрік астында. Біз мүлдем сіріңке отпен ойнамау күйерсің. Ойын түбі от. Отын деген шөп болар, жинай берсең көп болар. От жақпап серсің.